Баршаңызға қайырлы күн көрермен. Қазір жаз мезгілі, күн өте қатты ыстық, көп адамдар терлеп, қолтықтарынан жағымсыз иіс шығып жататын кездерді кездесіп жатады. Неге қолтықтан жағымсыз иіс шығады? Ең алдымен осы сұраққа жауап беріп өтейін. Қолтықта арнайы бактериялар болады. Адам терлеген кезде сол бактериялар күшіне еніп, өзінен жағымсыз иіс бөледі. Жағымсыз иістен арылу үшін ең алдымен сол қолтықтағы бактериядан арылу керек. Одан қалай арылуға болады? Үй жағдайында қолда бар заттардан қалай арылуға болатындығын мен дәл осы видеода бөлісетін боламын. Көп адамдар дезодорант қолданып жатады. Дезодорант иісті кетірмейді демеймін, кетіреді, бірақ уақытша ғана. Және де дезодоранттың өзінің кері әсерлері болады. Ол қолтықтағы рак клеткаларын оятуы мүмкін. Сондықтан да үй жағдайында қолда бар заттармен арылуға кеңес беремін. Ол үшін ең алдымен бізге сода қажет болады. Кәдімгі ас содасы. Ас содасын күнделікті қолдана беруге болады, оның ешқандай зияны жоқ. Білесіздер, ас содасы мощный антисептический, антигрибковый, антибактериальный средство болып есептелінеді. Ең алдымен осындай арнайы бір емкістқа 3-4 қасық, шай қасық ас содасын қосып, қолтығымызды жақсылап жуып аламыз. Менде бұл құманға осылай 4 шай қасық содамызды қосып, шайқап, ертіп алып, жақсылап жуып аламыз. Содан кейін бізге спирт немесе перекис водороды қажет болады. Өздеріңіз білесіздер, спирт те перекис водороды да антибактериальный, өте сондай антисептический средство. Екеуі де жақсы көмектеседі. Екеуін де қолдана беруге, күнделікті қолдана беруге ешқандай противопоказания жоқ. Сондықтан да екеуін де күнделікті қолдана беруге болады. Ең алдымен бізге осындай ватный диск керек болады и спирт қажет болады. Ватный дискімізге осылай спиртімізді тамшылатып құйып аламыз. Содан кейін қолтығымыздың полный объемын сүртіп шығатын боламыз. Жан-жағындағы пространствоның бәрін сүртіп шығыңыз. Сонда бактериялардың барлығы өлетін болады. Біз ең алдымен содамен жуып алдық, біршама бактериялар өлді. Одан кейін тағы да осылай спиртпен үстінен добавка ретінде сүртетін болсақ, бактериялар полностью өлетін болады. Содан кейін иіс бірден жойылатын болады. Осылай перекис водородан да тоже шамалы ватный дискке тамызып алып, қолтығыңызды сүртсеңіз болады. Ескере кететін жайт, перекиспен жұмыс істеген кезде қолдарыңызды жара болатын болса, абайлап жұмыс істеңіздер, перчаткамен жұмыс істесеңіздер болады. Және де барлық үйде кездесетін осындай лимон. Лимонды алып, осындай арнайы бір кішкене кесеге лимонды сығып алып, осы лимонның суымен де сүртсеңіз болады. Лимон да өте жақсы көмектеседі, иісін бірден алатын болады. Ең бастысы иіс бірден жойылады, және де бұны тұрақты істеп тұру керек. Сонда ғана сіз тұрақты нәтижеге жететін боласыз. Бір қолданғаннан иіс кетеді, бірақ ол мәңгілікке емес. Терледіңіз ба? Дереу барып сода қосылған сумен жуып тастап, қолтығыңызды спиртпен немесе перекис водородымен сүртіп қойыңыз, сонда өзіңізге сенімді, ұялмай жүретін боласыз. Және де бір нәтижеге жету оңай, бұны бір істегеннен нәтиже көресіз, бірақ сол нәтижені мәңгілікке сақтап қалу қиын. Сондықтан да тұрақты түрде жасаңыз.